Бүгінгі өтетін тақырыбымыз тригонометриялық функциялардың қос бұрышының формулалары. Тригонометриялық функциялардың қос бұрышының 4 формуласы бар. Яғни синус 2 альфа тең болады 2 синус альфа көбейтілген косинус альфа. Косинус 2 альфа тең болады косинус квадрат альфа азайтылған синус квадрат альфа. Тангенс 2 альфа тең болады 2 тангенс альфа бөлінген 1 азайтылған тангенс квадрат альфа. Котангенс 2 альфа тең болады 1 азайтылған тангенс квадрат альфа бөлінген 2 тангенс альфаға. Осы жерден косинус 2 альфа формуласының түрлендіріп, яғни косинус 2 альфа тең болады 1 азайтылған 2 синус квадрат альфа немесе косинус 2 альфа тең болады 2 косинус квадрат альфа азайтылған 1 түрінде алсақ болады. Қос бұрыштың синусының формуласы, екі бұрыштың қосындысының синусының формуласы, яғни алдыңғы тақырыпта өткен синус альфа қосылған ветта тең болады синус альфа көбейтілген косинус ветта қосу косинус альфа көбейтілген синус ветта формуласынан веттаны альфаға ауыстырамыз. Осыдан синус альфа қосылған альфа тең болады синус альфа көбейтілген косинус альфа қосу синус альфа көбейтілген косинус альфа. Осыдан қос бұрыштың синусының формуласы шығады. Синус 2 альфа тең болады 2 синус альфа көбейтілген косинус альфа. Қос бұрыштың косинусының формуласы. Қос бұрыштың косинусының екі бұрыштың қосындысының косинусы формуласынан, яғни косинус альфа қосылған ветта тең болады косинус альфа косинус ветта азайтылған синус альфа синус ветта формуласынан веттаны альфаға алмастырамыз. Косинус альфа қосылған альфа, яғни бұл косинус 2 альфа тең болады косинус альфа көбейтілген косинус альфа азайтылған синус альфа көбейтілген синус альфа. Осыдан қос бұрыштың косинусының формуласы шығады. Косинус 2 альфа тең болады косинус квадрат альфа азайтылған синус квадрат альфа. Қос бұрыштың косинусының басқа да формулалары. Яғни алдыңғы жаңа айтылған косинус 2 альфа тең болады косинус квадрат альфа азайтылған синус квадрат альфадан косинус квадрат альфаны түрлендіріп, косинус 2 альфа тең болады 1 азайтылған синус квадрат альфаны формуласын алып, орнына қоятын болсақ, косинус 2 альфа тең болады косинус квадрат альфаны орнына 1 азайтылған синус квадрат альфаны қоямыз. Сонда косинус 2 альфа тең болады 1 азайтылған синус квадрат альфа азайту синус квадрат альфа тең болады 1 азайтылған 2 синус квадрат альфа. Екінші формуласы. Қос бұрыштың косинусының формуласынан косинус 2 альфа тең болады косинус квадрат альфа азайтылған синус квадрат альфа формуласынан енді синус квадрат альфаны түрлендірейік. Синус квадрат альфа тең болады 1 азайтылған косинус квадрат альфа екендігін білеміз, және де осыны әкеп формулаға қойсақ. Косинус 2 альфа тең болады косинус квадрат альфа азайтылған 1 қосу косинус квадрат альфа. Косинус 2 альфа тең болады 2 косинус квадрат альфа азайтылған 1 формуласы шығады. Қос бұрыштың тангенсінің формуласы. Екі бұрыштың қосындысының тангенсі формуласынан веттаны альфаға алмастырып, қос бұрыштың тангенсі формуласын аламыз. Яғни тангенс альфа қосылған ветта тең болады тангенс альфа қосылған тангенс ветта бөлінген 1 азайтылған тангенс альфа көбейтілген тангенс ветта формуласындағы веттаны альфаға алмастырамыз. Сонда тангенс альфа қосылған альфа тең болады тангенс альфа қосу тангенс альфа бөлімінде 1 азайтылған тангенс альфа көбейтілген тангенс альфа. Осыдан тангенс 2 альфа тең болады 2 тангенс альфа бөлінген 1 азайтылған тангенс квадрат альфа.